Сәлем достар, бүгінгі түс жору шығарылымында бейіт басы неге түске кіреді? Түсіңізде зиратта немесе бейіт басында жүрсеңіз қалай жорылады? Ең алдымен каналыма подписация жасап, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Түсіңізде қыс мезгілінде зират басында немесе мешіттің маңында жүрсеңіз, сізді алда жоқшылыққа қарсы үлкен күрес күтіп тұр. Үйіңізден жырақ достарыңыздан алшақ болуыңыз да мүмкін. Түсіңізде көктемнің қандай да бір белгілерін байқасаңыз, достарыңыздың ортасында мамыражай өмірге ие боласыз. Ғашықтар үшін өздерін бейіт басында немесе мешіттің маңында көру бірге отбасы құрмайтынын, бірақ бірін-бірі өзге адамдармен үйлі болатынын көретінін білдіреді. Күтілген әдемі бейіт басында өзіңді көру өмірінен үміт үзіп қойған адамның жазылуы туралы хабардың аяқ асты келетіні туралы хабарлайды. Керісінше, күтілмеген зиратты көру жақсы көретін адамдарыңыздың бәрінен айырылып, бөтен адамдардың қолына қарап қалатын күнге жеткеніңізді білдіреді. Жастар үшін түсінде үнсіз өлілі саябағында жүргенін көру достарының арасындағы кірпияз, адал қарым-қатынасты көрсетеді. Бірақ алдыда достары көмектесе алмайтын сынақтардың барын байқауға болады. Той шеруі бейіт басын жағалап өткенін түсінде көрген қалыңдық күйеуінен абайсыз жағдайдың салдарынан айырылады. Анасы үшін бейіт басына балғын гүл әкелу отбасының денсаулығы ұзақ әрі мықты болатынын көрсетеді. Түсінде бейітті көрген егде жастағы адамдар өздері де жақын арада мәңгілік өмірге сапар шегеді. Жас, жесір үшін түсінде бейіт басында болғанын көру, қаралы киімдерін жақын арада неке көйлегіне ауыстыратынын хабарлайды. Өзіңізді бейіт басында қайғылы көрсеңіз, жаңа қиындықтарға ие боласыз. Көп зираттың арасында гүл теріп көбелек аулаған балаларды көру жақсылыққа, бұл түсті көрген адам ұзақ өмір сүріп достарының қолдауына ие болады. Достар, осымен бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.